сіздермен Алланың рұқсатымен сира сабағымызды, яғни пайғамбарымыздың өмір тарихына қатысты сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Өткенде, егерде естеріңізде болса, қатысқан кісілер біз жалпы мұсылмандардың басынан өтіп жатқан қиын қыстау кезеңдер, байкот, одан кейін Алла тағала мұсылмандарға бір жеңілдік бере бастауы, соның ішінде Хазіреті Омар радиаллаху анху, міне сол кісілердің, Хамза радиаллаху анху, міне осы кісілердің исламға келіп, мұсылмандардың сәл де болса бір күштері, әлсіздіктері кішкене қуатқа айналып, Алла тағала оларды осындай тұлғалармен бір үстемдерін көтергендігі, яғни мерейлерін көтергендігі жайында айтқан болатынбыз. Енді ары қарай жалғаса береді. Жалпы Алла тағаланың заңдылығында бұл қайғы мен қуаныш, қиындық пен жеңілдік бұл қатар жүреді. Біз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өмірін оқып отырып, жалпы осындай бір кейбір Алла тағаланың өзгермейтін бір заңдылықтарын үйренеді екенбіз. Өйткені Алла тағала Құранда не дейді? Астаизу билла, инна ма'ал усри юсра. Анығында қиындықпен бірге не жүреді дейді? Жеңілдік бірге жүреді дейді. Яғни бізде көп жаңағы аудармаларда не деп береді? Қиындықтан кейін жеңілдік келеді дейді. Бұл жерде егерде мән беріп қарайтын болсаңыз, жалпы араб тілінде бұл ма'a деген сөз бір дегенді білдіреді, бірге деген, бірге болу, бірге жүру деген сияқты мағыналарды береді. Демек, инна ма'ал усри, қиындықпен бірге жеңілдік бар дейді. Яғни бұл Алла тағаланың несі екен? Бір заңдылығы екен. Міне сондай бір пайғамбарымыздың да саллаллаху алейхи уассалам басынан тағы да әрі қарай бір қиын кезеңдерді өткереді. Яғни бұл да пайғамбарымыздың ет пен сүйектен жаралған, сіз бен біз сияқты жұмырбасты пенде екендігін білдірсе керек. Сондай бір пайғамбарымыздың басынан өткен қиын уақыттардың бірі қасындағы сүйеніші болған, әрдайым қолдаушысы болған, өзінің малымен де, жанымен де пайғамбарға бірінші болып жәрдемдескен Хадижа анамыздың қайтыс болуы. Яғни бұл тарихта амул хузн деп аталады, қайғы жылы. Неге дегеніңізде, жаңағы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өзінің жары дүниеден өтті. Осы пайғамбарлықтың 10-шы жылы. Яғни осы 10 жылдың ішінде қаншама қиындықтар көрді пайғамбарымыз. Соның барлығында қасынан табылған кім еді? Осы сүйікті де аяулы жары Хадиша анамыз еді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл кісіге қатысты өмірден өтіп кеткеннен кейін де бұрынғы сезімі, ол кісіге деген құрметі еш азаймаған. Соның бір көрінісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам егерде бір қой сойған болса үйге, соның етінен Хадижа анамыздың құрбыларына тарататын болған екен. Бәленше деген кісінің үйіне апарып бер, мынаны ана кісінің үйіне алып барып бер деп Хадижа анамыздың көзін көрген жақсы құрбыларын, қазір тілмен айтқанда подругалары бар ғой, бірге шай ішетін, сырласатын деген сияқты, сол кісілерге де пайғамбарымыз сондай еттің бір үлесін беріп отырған екен. Және пайғамбарымыз тағы да бір айтқан сөзі Хадижа анамызға қатысты: адамдардың барлығы менен теріс айналған кезде ол менің қасымнан табылған жан дейді. Және мен бүкіл барлық көп деген балашағамды сол кісіден сүйдім деген. Яғни сол кісі менің балаларымды жаңағыдай өмірге алып келген. Міне сол кісі деп Хадижа анамыздың көптеген жақсылықтарын айтып отырған. Яғни бұл оқиға, Хадижа анамыздың қайтыс болуы пайғамбарымызға осы тұрғыдан алған кезде өте бір ауыр тиеді. Өйткені бауыр басып қалған, әрдайым сырласатын, қолдайтын, пайғамбарымызға бір дем беріп отыратын, пайғамбарымызға ең алғаш уахи келген кезде Хадижа анамыздың әрекеті қандай болды, реакциясы? Ол жерде айтқан жоқ, мен саған сол жаққа бармай ақ қойшы деп айтып едім, осында бір бәлеге жолығасың ғой
деп айтып едім деген сияқты нәрселерді не істемеді Хадижа анамыз, ондай нәрсені айтпады. Керісінше не деді? Валлахи ла юхзик Аллаху абадан. Алланың атымен ант етемін, Алла тағала сені еш уақытта қор қылмайды деді. Неге деген кезде, өйткені сен жақсылығың көп дейді. Сөйтіп пайғамбарымыздың жақсылықтарын тізіп айтып береді. Әлсіздің қасынан табыласың, жетімге жебеу боласың, сондай ақ әлсізге қорған боласың, туыстық байланысты үзбейсің деген. Әрдайым туыстарыңмен жақсы қарым-қатынаста боласың деп пайғамбарымыздың ізгі жаңағы қасиеттерін айтады. Сонымен қатар пайғамбарымызды кімге алып барады? Уарақа ибн Науфал деген кісіге алып барады. Ол бұрынғы Иса алейхиссаламның діні бойынша Алла тағалаға құлшылық қылатын сол замандағы бір ізгі кісілердің бірі болған. Міне сол кісіге кеңес алу үшін барып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол жерде не болады? Өзінің пайғамбар екендігін, ешқандай бір жын соқпағандығын, ешқандай бір ауруға шалдықпағанын сол жерде біледі. Өйткені Уарақа ибн Науфал не дейді? Бұл саған келген ол періште бұрынғы пайғамбарларға да келген деп, намус деп айтады Жибрил алейхиссаламды. Яғни періште деген сөз, ол бұрынғы пайғамбарларға да осылай келген деп, пайғамбарымыздың сол жерде ол кісінің жаңағы қорқынышын басып қана қоймай, ол кісіге әрі қарай болашақта не болатынын айтып, психологиялық тұрғыда бір дайындық жасап жіберді ол кісіге. Енді сен өз еліңнен теперіш көресің, қауымың сені қуып шығады, шіркін-ай, сол кезде мен қылшылдап тұрған бір жас болсам, әрі тірі болсам, мен саған сол кезде ең бірінші болып көмектесер едім деген сөздерін айтқан. Сонда пайғамбарымыз таң қалады. Сонда қалай мен өзімнің туған елім, өзімнің туған жерімнен қуып шығама деген сияқты. Яғни Уарақа ибн Науфал сол жерде нені білді? Алла тағаланың заңдылығын білген екен. Яғни жақсылыққа шақырған, қоғамды жақсылыққа үндеген адамдардың әрдайым осындай бір жалаға, қазіргі тілмен айтқанда хейт дейміз ғой, сондай нәрсеге ұшырайтындығын, міне сондай нәрселерді біліп, ол кісіні алдын ала дайындады. Осының барлығы кімнің жақсылығы еді? Хадижа анамыздың жақсылығы еді. Және бұдан кейін жаңа пайғамбарымызға тағы бір ауыр тиген нәрсе, осы хижраның 10-шы жылы, осы 10-шы жыл болып жатыр, пайғамбарлықтың 10-шы жылы болып жатыр. Соның екінші бір қатты тиген нәрсе, бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам көкесі Абу Талибтің дүниеден өтуі. Өйткені Абу Талиб қандай болды? Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам сондай бір қамқор, және Құрайшты жаңағы басқа меккелік мүшриктердің зиянынан ол кісіні барынша қорғаған, қасынан табылған адам болды. Бұл кісінің де қайтыс болуы пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам өте ауыр тиеді, және пайғамбарымыз өзінің бір сөзінде айтады: маған мүшриктердің, жаңа меккелік Құрайштардың қатты зиян болған кезі, яғни зияны қатты болған кез, бұл Абу Талибтің қайтыс болғаннан кейінгі уақыт дейді. Міне осыны мүшриктер не істейді? Сәтті пайдаланады. Осындай бір сәттерді өздерінің пайдасына асырып кетеді. Пайғамбардың енді қасында оған тұрып беретін ешкімі жоқ, туысы да жоқ, беделді ешқандай бір жақындары қалмады деген нәрсемен пайғамбарды басынады. Соның бір көрінісі ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні Қағбаның қасында намаз оқып тұрған кезінде Абу Жахил бір топ өзінің қасындағы жақтастарымен бірге отырады. Сөйтеді да, содан бір күн бұрын олар түйе сойған екен, көп түйе сойған. Сосын сол жерде тұрып айтады: жаңағы түйенің жыңы деп айтамыз ғой, ішек қарны тасталған. Оның ішінде нәжісі бар, басқасы бар, бүкілі бар. Сол бір түйенің ішек қарнын кім алып келеді деп айтты дейді. Сонда бір есер соқтырып мен деп айтты дейді. Және соны алып келіп Мұхаммедтің басына кім төгеді деген. Яғни ол сәждеге барған кезде басына кім төгеді деген. Сонда жаңағы торпеда деп айтамыз ғой, сонда әрбір
қоғамда өз кешегі алдыңғы пайғамбарлардың да уақытында Солихтың, Ад, Самуд қауымында мысалы түйенің оқиғасын білесіздер. Сол жерде ана түйені кім сояды деген кезде арасында бір нет шықты дейді. Сондай бір бұзықтар, есерсоқтар шығып, соны түйені бауыздауға дейін барған дейді. Енді Алла тағаланың жіберген мұғжизасы, белгісі. Сол сияқты Абу Жахилдің де қасында сондай бір торпеда болған, жіберіп отыратын, жұмсап отыратын. Сөйтіп жаңағы кісі келді да пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сәждеге барған кезде басына түйенің шек қарын ақтарып жіберді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қандай әрекетте болды? Өзіңіз былай ойлап қараңыз. Ешкімі жоқ, амалы таусылған, бірақ жаңағы сәждеде адамзаттың ардақтысы, сүйіктісі жатқан кезде келіп басына не төгілді? Түйенің жаңағы жыңы төгілді. Пайғамбарымыз басын көтермеді. Содан адамдардың бірі, бұны айтып атқан сахаби айтады, адамдардың бірі Фатимаға хабар берді. Фатима қызы пайғамбарымыздың дереу келіп үстін тазалап сүртті дейді. Одан кейін барып жаңағы Абу Жахилдерге қарата көптеген бір сөздерді айтты. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынандай бір дұға жасаған екен. Жаңа түйенің шек қарын төгілген кезде олар қарқылдап күліп, мәз болып, одан ары кекетіп пайғамбарымызды. Сондай бір жаман сөздер айтады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынандай бір дұға жасаған екен да: Аллахумма алейка бил Құрайш. Яғни бұның мағынасы, я Алла тағала, мына Құрайштықтарды өзіңе тапсырдым деген екен. Сонда әлгілердің күлкісі сап тиылды дейді. Өйткені біз не деп айтамыз? Мұсылманның қорғаны бұл дұға. Және тағы да пайғамбарымыздың айтқан сөзі бар: жәбір көруші адамның дұғасы мен Алланың арасында не болмайды дейді? Перде болмайды, бірден қабыл болады. Міне сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы да былай дұға қылды дейді: Аллахумма алейка би Аби Жахл ибн Хишам. Абу Жахилді өзіңе тапсырдым. Ва Утба ибн Рабиа. Оны да өзіңе тапсырдым. Ва Шайба ибн Рабиа, ағайындылар, оларды да өзіңе тапсырдым. Ва Валид ибн Утба. Оны да өзіңе тапсырдым. Ва Умайя бин Халаф. Оны да өзіңе тапсырдым. Және Уқба ибн Аби Муид. Абу Муид, осы кісілерді де өзіңе тапсырдым деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 7 адамның есімін атаған екен. Бірақ мына риуаят еткен сахаби оны не істемейді? Мен 7-ші адамның кім екенін ұмытып қалдым дейді. Бірақ осы кісілердің есімін пайғамбарымыз жаңағы кісі пайғамбарымыздың атағандығын айтады. Яғни бұл мүшриктердің осылай пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам басынуы, міне осы 2 жәрдемшісі, 2 қолдаушысы қайтыс болғаннан кейін үдей түсті дейді. Одан ары жоғарыда айттық, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не істеді? Абу Талиб қайтыс болғаннан кейін барып, сондай қиындықтарды көп көрдім деген екен. Абу Талибтің бұл жерде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам жәрдем беруі, ол бір мұсылмандық емес, туыстық қарым-қатынастың негізінде болған еді. Енді ол кісінің жаңағы мұсылман болды ма, болмады ма деген сияқты көптеген пікірлері бар, бірақ жаңағы басымырақ, қуаттырақ пікір, ол кісі мұсылман болмай дүниеден өтіп кетті деген Абу Талибке қатысты. Міне осындай бір қиын қыстау сәттерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам енді келесі қадам қандай болды? Өзінің туған елі, руы пайғамбарымызды қабылдамады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам енді бұл елмен ғана, бұл қаламен ғана шектеліп қалмайын, басқа жаққа да шығайын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Таифқа қарай сапар шегеді. Бану Сақиф дейді, яғни Сақиф ұлдары, Сақиф руы сол жақта болған. Бізде де бар ғой, мынау оңтүстік жақтар қандай ру мекен дейді, мысалы
Алматы мынау жақтарда қандай рулар, албандар деген сияқты, мына жақта қоңыраттар деген сияқты сондай нелер бар. Сол сияқты оларда да жаңа Таиф қаласында Сақиф деген ру мекендейтін болған. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол қалаға қарай барады. Бұл 80 шақырым жер болған. Қасына өзінің жаңа көмекшісін алып алады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтіп жаңағы жерге барып дағуат жасайды. Яғни оларды да Алла тағаланың бір екендігіне, ақиреттің хақ екендігіне шақырады. Яғни исламға шақырады, мұсылман болуға. Сонда олардың барлығы пайғамбардан бет бұрады. Бет бұрғанмен қоса масқаралап пайғамбарымызды енді өздерінің көзқарасында шығарып салады. Яғни өздерінің ауылдарының жас балалары мен ес-дұрыс емес адамдарды пайғамбарымызға айтақтап не істейді? Таспен атып қаладан қуа жөнеледі. Сонда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам қасындағы көмекшісі жаңағы ұшқан тастардан пайғамбарды қоршап жан-жағына шығып жүгіріп жүрді дейді. Сөйтіп жүрген кезде ол да жараланады. Пайғамбарымыз да саллаллаху алейхи уассалам жараланып қаланың шыға берісіндегі Абу Шайбалардың несіне, бақшасына, жүзім бақшасына келеді. Ол кісілердің жаңа бір пайғамбарымызды көрген кезде жан ашырлығы оянып, мына жаққа келіңіздер біздің бақшаға деп жаңағы адамдардан оларды құтқарып алып қалады. Сөйтеді жаңа Аддас деген құлы болады, екі ағайындының. Мынау салқын жаңағы жүзімнен көлеңкедегі ана екі кісіге алып барып бер дейді. Сонда жаңа Аддас келеді, пайғамбарымызға ұсынған кезде бисмилля деп жүзімнен алып жейді. Сонда жаңағы Аддас таңғалып қалады бұл сөзді естіген кезде. Бұл қаланың, яғни осы жергілікті тұрғындардың ешқайсысы негізінде бұндай сөздерді айтпайды дейді. Сіз қай жақтан келгенсіз дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол кісіні сұрайды өзін. Пайғамбарымыз былай деп айтады, мен пайғамбарымыз ол кісінің өзінен де сұрақ қояды, өзің қайдансың деп. Сонда ол мен Найнауа деген жердемін дейді. Найнауа деген жер. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менің бауырым Юнус ибн Маттаның ауылынан екенсің ғой дейді. Сонда жаңағы кісі тағы да не істейді? Қызығушылық танытып сұрайды, оны қаяқтан білесіз деп. Сонда ол Юнус та пайғамбар болған, мен де пайғамбармын, және бүкіл пайғамбарлар олар бауыр дейді. Сөйтіп соны білген кезде, естіген кезде Аддас пайғамбарымызды деген қасында құрақтай ұшып өте қатты бір құрмет танытып ілтипатын білдірген екен. Тіпті анау кейбір риуаяттарда айтады, пайғамбарымыздың қолын, аяғын сүйген. Сосын жаңа оны көріп тұрған жаңа екі ағайынды Абу Шайбалар не істейді? Мынау мынаны да құртты ғой деп айтады да. Мына құлды да бүлдірді мынау деп ше. Өзінің дініне тартып алды деген мағынада айтып жатыр ғой. Соң кейін бәрібір бұлар екеуі жаңа құлдық Аддасты қайтадан райынан қайтару үшін әрекеттер жасайды, бірақ ол әрекеттерінен еш нәрсе шықпайды. Міне енді осыдан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тарихта қалған бір дұғасы бар, сол дұғаны жасайды дейді осы жерде. Аллахумма инни ашку илейка да'фа қувати. Я Алла тағалам, мен саған мынау әлсіздігімнен жәрдем сұрап сыйынамын. Ва қиллата хилати, амалым таусылды дейді осы жерде. Бүкіл амалым таусылды деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла тағалаға мұңын шағып сұрайды. Осылай. Яғни бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам осы қалдырған жалпы дұғасы бізге енді мұра болып қалады. Яғни бұны жаттап алсаңыздар жақсы, тіпті жақсы. Яғни дұғаның мәтініне келетін болсақ, жаңағы ары қарай жалғастыратын болсақ, уахауани аланнас, адамдар мені өте қатты басында дейді. Осыған жәрдем сұраймын дейді. Я архамар рахимин, мейірімділердің мейірімдісі. Анта роббул мустадафин, сен әлсіздердің раббысың. Ва анта робби, және менің раббымсың. Иламан такилуни, я раббым, мені кімге қалдырдың дейді. Жәрдемсіз. Иля баидин ятахаджамуни, мен алысқа
мені араң алыстап кетті ма дейді. Ау иля адуин маллактаху амри, немесе менің бүкіл ісімді басқа дұшпандарыма беріп қойдың ба дейді. Ин лам якун бика ғадабун алайя фала убали, ең бастысы дейді, қандай болса да сен маған ашуланбасаң болды дейді. Ғойра анна афияка хия ауса али, тек сенің жаңа кеңшілігің ғана мені бұл жерден құтқарады. Және мына нәрселер бүйтіп Алла тағаланың көркем есімдерін айтып синады. Аузу бинури вajhика аллази ашрaqat лаху зулумат, бүкіл қараңғылықтарды жарық еткен өзіңнің нұрыңмен дейді. Васалуха алейхи амру дуния вал ахира, ақырет пен дүниенің ісін түзеткен өзіңнің нұрыңмен саған сыйынамын. Ән тахилла алайя ғадабук, өзіңнің ашуыңнан сыйынамын. Уән тәнзила бия сақатук ләкәл утба хатта тарда, саған өзің разы болғанға дейін мақтау болсын. Уәла хаула уәла қувата илля бик, және өзіңнің қолдауың болмаса ешқандай бір мені қазір мына бір жағдайдан шығаратын ешқандай күш қуат жоқ деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы дұғасын жасайды. Яғни пайғамбарымыз не істеп тұр сол жерде? Өзінің әлсіздігін, дәрменсіздігін, Алла тағаладан басқа баратын, арқа сүйейтін зат қалмағандығын пайғамбарымыз сол жерде тағы да мойындап, осындай бір керемет дұғаны қалдырған екен. Яғни бұл қандай да бір кезде тығырыққа тіреліп қалған кезде, болмаса бір басыңызға қиындық түскен кезде осы бір дұғаны айтсаңыз, Алла тағала сізге де иншалла бір жәрдемін береді. Міне осы дұғадан кейін пайғамбарымызға бір жеңілдік келгендей болды дейді. Қалай деген кезде пайғамбарымыз қайтадан өзінің Меккеге қарай оралады. Оралатын кезде қасындағы көмекшісі Заид ибн Харифа не деп айтады? Сізді қуып шыққан жоқ па дейді. Мекке халқы да қабылдамай қойды ғой. Қалай қайтадан барасыз дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол жерде Мут'им ибн Абу Ади деген кісіге пайғамбарымыз жаңағы көмекшісін жіберіп, ол кезде мынандай бір түсінік болған. Жиуар деп айтады арабша. Жиуар деген бір кісіні өзіңнің қамқорлығыңа алу. Біз енді қазір крышабайт ету дейміз ба? Сондай бір мағынада да, яғни ол кезде бір беделді адам біреуді өзінің қамқорлығына алған болса, жариялап айтады: бәленше деген кісі бүгіннен бастап менің қамқорлығымда, және бұған ешкім тиісуші болмасын дейді. Сөйтіп Мут'им ибн Ади Қағбаның қасына барып, ой Құрайштықтар деп жаңағы сол елдегі адамдарға былай деп үн қатады: анығында Мұхаммедті мен бүгіннен бастап өзімнің қамқорлығыма алдым, және оған ешкім тиісуші болмасын дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол кісінің қамқорлығына кіріп, одан кейін барып не істейді? Меккеге қарай енеді. Сөйтіп барып Қағбаға барып намаз оқиды. Ол жерде де дұға қылады. Абу Жахил оған наразылық танытып не істейді? Жаңа Мут'им ибн Адиге сен ол кісіні өзіңнің қамқорлығыңа қалай алдың деген кезде бір үстемдікпен жауап берген дейді. Бізден бір пайғамбар және періште шығуын жоққа шығаратындай саған не болды деп сондай бір жауап нелер айтқан дейді, сөздер. Ол кісіні сөйтіп райынан қайтарып өзінің үстемдігін көрсеткен дейді. Міне бұл жаңа пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам берілген жаңа дұғадан кейінгі бір берілген жәрдемнің бір бөлігі деп айтсақ болады, бір түрі деп айтсақ болады. Міне осылай уақыттар өтіп жатады. Пайғамбарлықтың 11-ші жылынан асқан кезде бүкіл дүниені өзгертетіндей тағы не болады? Бір үлкен оқиға болады. Бұл енді тарихта Исра уәл Ми'раж деп аталады. Исра және Ми'раж. Оған қатысты енді Құранда Алла тағала Исра сүресінің сондай бір сүре түсірген Исра деп
исра дегеніміз түнгі уақыт, түнгі сапар. Ми'раж деген көтерілу деген сөз. Сол оқиға орын алады. Алла тағала оған қатысты: Субханаллази асра би абдихи лейлан минал масжидил харам илал масжидил ақса аллази баракна хаула. Біз Алла тағала сондай, ол пәк өзінің құлын түнде құзырына көтерген әл-Ақса мешітінде дейді. Баракна хаула. Сондай-ақ біз оның айналасын берекеге бөлеген едік дейді. Бұл да бір Алла тағаланың құдіреті, пайғамбарымызға берілген бір мұғжизаның бір бөлігі, бір көрінісі еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі Меккеде болса да, бірақ Алла тағаланың құзырына қай жерден көтеріледі? Әл-Ақса мешітінен көтеріледі. Яғни бұл сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл пайғамбарларға имамдық жасайды. Бұл енді бұл нені білдіреді дегеніңізде, Алла тағаланың кезіндегі алған сертінің орындалуын көрсетеді дейді. Ол қандай серт дегеніңізде, уаиз ахадаллаху, Алла тағала әл-мисақа набийина, бүкіл пайғамбарлардан серт алды дейді. Лама атайтукум мин хикматин ва китаб, мен сендерге даналықты сондай-ақ кітапты берем. Сол кезде бере отырып, сендерге бір пайғамбар келген кезде оларға не істейсіңдер дейді? Ла ту'минунна бих, оған сендер де иман келтіресіңдер. Ва ла тансурунна, және сендер оған жәрдем бересіңдер деп Алла тағала олардан серт алған дейді. Ақрартум аля заликум исри, менің осы сертімді қабыл етесіңдер ма дегенде, бүкіл пайғамбарлар ақрарна, иә, міндетті түрде бұны қабылдаймыз деп Алла тағаладан серт алған дейді. Міне сол бір серттің көрінісі осы жерде бүкіл не істейді? Бүкіл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям артында тұрып намаз оқиды дейді. Енді пайғамбарымыздың ол жерге баруына қатысты да көптеген пікірлер бар. Жаңа өзі рухымен барды ма, жоқ әлде денесімен барды ма деген сияқты. Сонда бұл кісі айтады, егер де ол денесімен барған болса, оған үлкен бір дайындықты талап ететін дүние дейді. Өйткені пырақпен бару, ол жарықтың жылдамдығымен барды дейтін болсақ, адамның денесін істемейді, ондай жағдайларды көтермейді, қысымды, жылдамдықты көтермейді. Сондықтан бұған бір ерекше дайындық керек болды. Сол бір дайындық біз алдыңғы сабақтарда өттік. Жаңа пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям көкірегінің жарылуы. Сол көкірегінің жарылуы пайғамбарымызды осындай бір оқиғаларға Алла тағала дайындады дейді. Сөйтіп бұл пікірде не деп айтады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің рухымен де, денесімен де Алла тағаланың құзырына көтерілді деген нәрсені алға тартады. Сол сияқты пайғамбарымыздың рухы ғана көтерілді дегенде пікірлер бар. Енді бұл жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы Әл-Ақса жерінен көтерілуі тағы нені білдіреді дейді? Бану Исраилден пайғамбарлықтың немесе көшбасшылықтың Бану Исмаилге көшкендігін байқаймыз дейді. Өйткені осыған дейін көптеген пайғамбарлар қай жақтан шыққан? Сол яһудилерден, Әл-Ақса маңайынан шыққан болатын. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям осылай пайғамбарлық берілген кезде яһудилердің бір пайғамбарымызға қарсы шығуының бірден бір себебі ол мынау дейді. Алла тағала Құранда айтады, Бақара сүресінің 90-шы аятында: Estaizu billah bi'sama ishtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Яғни олардың істеген нәрселері, яғни ауыстырып алған нәрселері неткен жаман дейді. Олар қандай нәрсені ауыстырды? Пайғамбарға ерудің орнына олар керісінше көре алмай, қызғаныштан Алла тағаланың таңдауына, яғни Алла тағала таңдап пайғамбарды, құлдарының ішінен пайғамбар таңдаған болса, сол пайғамбарға қарсы келді дейді. Сөйтті де олар фабау биғадабин аля ғадаб, ашуға ұшырағанның үстіне тағы да ашуға ұшырай берді дейді. Уалил кафирина азабун мухин. Сондай-ақ Алла тағаланың кәпірлерге
қор қылатын азабы бар дейді қияметте. Бұл Исра Ми'раж оқиғасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы да нені байқады, қандай бір оқиғалар орын алды дейтін болсақ, әрбір пайғамбарымыз аспанның әрбір қабатына көтерілген кезде әрбір қабатында кімдер тұрды? Пайғамбарлар тұрды. Ең соңғы қабатында кім тұрды? Пайғамбарымыздың атасы тұрды. Әрбір пайғамбарымызды көрген кезде қош келдің деп сәлем беріп, сондай бір құрметпен қарсы алған дейді. Және ең соңғы жаңағы Ибрахим пайғамбарды көрген кезде Ибрахим пайғамбарымызға, енді пайғамбарымыз атасы не деп айтқан? Иқри ли умматика минни сәлем. Өзіңнің үмметіңе менен сәлем айта бар деп айтты дейді. Ол қандай сәлем деген кезде, жәннаттың жері бұл тегіс дейді. Ешқандай өсімдікте жоқ, бау бақшада жоқ дейді қазір. Және өздеріне осы жерден егіндік дайындасын деп Ибрахим алейхиссалам не істеген? Пайғамбарымызға сәлем айтып жүрген екен. Ол егіндігі не деген кезде пайғамбарымыз не дейді? Кімде-кім ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах лахул мүлк ва лахул хамд юхи ва юмит ва хуа аля кулли шайин қадир деген осындай Алла тағаланы жалғыз деп мойындайтын бір сөздерді айтқан болса, онда жәннаттан оған не? Бір тал ағаш егіледі деген. Әрбір айтқаныңыз сайын сіздің жаңағы баратын жәннатыңыз не істей береді? Жайқала береді, құлпыра береді. Ол жердің жайған ағаш емес, ол жеміс ағаштары. Мәуелеген жеміс ағаштары не сіздің айтқан бір сөзіңізбен. Сол сияқты сіздің көптеген жақсылықтарыңыз сол жәннаттағы неңіз екен, ертең жейтін жемісіңізбен көретін жақсылықтарыңыз екен. Міне бұл Исра уәл Ми'раж оқиғасы пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассалам Алла тағала өзінің құзырына алдырды. Және бұл жерде білесіздер не берілген еді? Намаз сый болып берілген еді пайғамбарымызға. Енді оған қатысты да сіздер білесіздер, басында 50 уақыт, одан кейін барып 5 уақытқа дейін түскен деген сияқты оқиғалар бар. Бұның барлығы Алла тағаланың жаңа мейірімі. Енді осы жерден біз не түйеміз деген кезде, Алла тағала сондай бір қиыншылық жағдайдан кейін пайғамбарымызды өзінің құзырына көтеріп, ол кісіні бір істеп жүрген қуаттап, әлі де дағуаттың енді келесі кезеңдеріне рухтандырып, дайындап жіберген деген сөздерді айтады. Және енді мынандай бір нәрсені айтады, ғалымдар намаздың бұл жердегі бір маңыздылығын байқаймыз дейді. Өйткені басқа құлшылықтардың барлығы осы жер бетінде не істеген? Міндет болған, парыз болған. Жаңа қажылығыңызды айтайық, оразаңызды айтайық деген сияқты, зекет барлығы Құранда түсірілген. Ал енді намаз Алла тағала тікелей өзі құзырына шақырып алып пайғамбарымызды осылай міндеттеп жүрген, ол намаздың маңыздылығын білдіреді дейді бұл оқиға. Сондықтан пайғамбарымыз намаз менің көзімнің қарашығы деген сөздерді айтқан. Енді азан шақырылған кезде ол бізді танымай қалатын деген сияқты, танымастай болып мешітке қарай кетіп қалатын деген сияқты пайғамбарымыздың бір әрекеттерін, сипаттарын осы кітаптарда риуаят етеді. Міне бұл пайғамбарымызға бір не болды? Үлкен жұбаныш, сондай-ақ бір рухани тұрғыдағы серпіліс болған үлкен жаңағыдай осындай оқиға орын алған екен. Ал енді бұл Исра Ми'ражға қатысты кейбір теріс деп әңгімелер айтылып жатады. Адам жаңағындай ұшама, ат есек ұшама деген сияқты нәрселер. Бұл енді иман келтірмеген, сондай бір Алла тағала оларға тауфиқ бермеген, Алла тағаланың махрум қалған, жақсылығынан махрум қалған адамдар бұл нәрсені айта береді, тоқтамайды, және болашақта да айта береді, бұрын да айтқан. Өйткені пайғамбарымыз осы Исра Ми'раждан кейін ол көкке көтерілді деген кезде мүшриктер не істеген? Жаман сөздер айтқан, қалай деген сияқты. Пайғамбарымыз бірақ ол жерде дәлелдер айтады, ақсаның қандай екендігін айтады, сол сияқты жолда қандай керуенді көргендерін айтады. Ол керуен бәленше күнні осындай уақытта көрдім, осы жерде көрдім дейді. Ол бір 2-3 күндік жер, 2-3 күннен кейін жаңа керуен келеді деген сияқты мысалы. Осындай бір дәлелдерді пайғамбарымыз келтіреді, бірақ
сондай бір дәлел келіп тұрса да не істемеді, иман келтірмейтіндер иман келтірмеді. Сондықтан бұл иман деген нәрсе Алла тағаланың адам баласына берген үлкен бір нығметі, сыйы екен. Ал енді одан кім махрұм қалған болса, онда бүкіл сол жақсылықтан махрұм қалды дейді. Алла тағала, Алланың бізге берген нығметтері өте көп қой. Көзге көрінетіні бар, соның ішінде көрінбейтін нығметтері бар. Сол көзге көрінбейтін нығметтердің ішіндегі ең ұлысы осы иман дейді. Соған сол иманымызға әрдайым жаңағыдай шүкір етіп, осындай иманымызды арттыратын, қуаттайтын нәрселерді біз істеуіміз сол иманның шүкірі болып есептеледі екен. Осымен жаңағы үш нәрсеге тоқталдық. Біріншісі не болды? Қайғы жылы болды. Ол кезде қандай оқиғалар орын алған еді? Ау? Хадижа анамыз бен Абу Талибтің қайтыс болуы. Одан кейін екінші мәселе қандай болды? Таифқа пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям сапары. Ол кезде қандай оқиғалар болды? Негізгі? Ау? Ол жерге кіммен бірге барды? Заид ибн Харисамен барды. Ол жақтан ешқандай бір немен оралмады, қолдау таппады. Тек қана бір-ақ адам не істелді? Аддас қана пайғамбарымызға жауап берді. Бір-ақ адам. Одан кейін сол жерде ғибратты үлкен жаңағыдай дұғаны шарықтап өттік. Одан кейін үшінші мәселе не болды? Исра уәл Миғраж. Исра Миғраж түні. Исра Миғраж түні. Міне осыған қатысты мәселелерді айттық. Ол жерде негізгі парыз болған не болды? Намаз болды. Міне осылайша иншалла біз бір бөлімді бітірдік. Алла қаласа келесі бөлімдерде біз хижра. Бұл 11-ші жылдың ортасы болған болса, енді неше уақыттан кейін көшеді пайғамбарымыз? 1,5 жылдан кейін яғни көшеді. Соған Алла қаласа келесі сабақтарда тоқталатын боламыз. Енді біз умраға кетіп баратырмыз, Алла қаласа. 1-2 апта сабақ болмайды, 2 аптадан кейін Алла қаласа жалғастырамыз. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Аллахумма инна нас'алука илман нафи'a ва ризқан тайyiba ва амалан мутақаббала. Алла тағалам біз өзіңнен пайдалы білім, қабыл болатын амал, сондай адал ризық нәсіп етуіңді сұраймыз. Ва саллиллахумма ва барик ала набийина Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. برحمتك يا أرحم الراحمين.